Құрметті оқушылар, бүгін біздің тақырыбымыз менің отбасым. Яғни қазір сендерден мен білгім келеді. Сендердің отбасыларындағы ата-аналарының қандай қызмет атқаратынын, олар жайлы сендер не білесіңдер, олардың қызметі жайы, және сендер өз ата-аналарыңды мақтан тұта аласыңдар ма? Сол жайында кім маған осының ата-анасы жайында әңгімелеп айтып бергісі келеді? Кім? Тағы да? Жақсы. Онда Ильяс ортаға келе ғой. Сендер ойланып отырыңдар, ата-аналарың қайда жұмыс істейді? Немен айналысады? Менің ата-анам менің мақтанышым. Менің әкем Каукенов Еркін азаматтық қорғау офицері. Бұл қайғыға ұшыраған адамдарға көмек көрсету дегенді білдіреді. Ол бөлімінде жұмыс істеген кезде мен онда жиі болатынмын. Маған өртті сөндіретін үлкен қызыл машиналар ұнайды. Біз балалармен өрт сөндіру бөлімінде экскурсияға барамыз. Сонымен қатар бізге автомобиль кабинасына отыруға, рульді бұрауға, касканы және пішінін өлшеуге рұқсат береді. Әкем бұл ауыр, бірақ өте қызықты және асыл мамандық дейді. Біздің мектепте үнемі құтқарушылар келеді. Олар сынып сағатын өткізіп, пәтерде өрт шыққан жағдайда не істеу керектігін үйретеді. Олар бізбен жылым және мейірімді от туралы сұрақ жауап өткізді. Мен бәрінен де жылдам жауап бердім. Өрт болған жағдайда қайда қоңырау шалу керек? Өйткені әкем өрт пен су тасқынынан адамдарды құтқаратын жерде жұмыс. Өйткені әкем дейді. Ал жазда біз отбасымызбен бірге жағалауға және жағажайға бардық. Демалушыларға сақтықты сақтау және ертіс өзеніне батып кетпеу үшін жадынамалар тараттық. Мен анамды да мақтап тұтамын. Оның есімі Әйгерім. Ол да мемлекеттік қызметкер, алайда әскери емес. Менің анамды жұмыста бағалайды. Және ол қазіргі уақытта біздің Павлодар облысының жер қойнауы пайдалану қоршаған және су ресурстары басқармасы басшысының орынбасары. Адамдар дем алатын ауаны үлкен кәсіпорындар ластамас үшін ол біздің сүйікті қаламыздың тазалығы үшін күресті. Әкем мен анам қала тұрғындары үшін игі іс жасайды. Мемлекеттік қызметте адал еңбегі үшін менің ата-аналарымның медальдары мен грамоталы сондай ақ алғыс хаттары бар. Мен әзіргі болашақ мамандығымды таңдаған жоқпын, алайда ата-анамның маған көмектесетініне сенімдімін. Мен өз ата-анамды мақтан етемін.